Армысыз ағайын. Менің парақшам негізі денсаулыққа, ұзақ өмірге арналған, бірақ дегенмен ұлтым қазақ, жаным қазақ болғасын, біздің елімізде болып жатқан процестерден қанша өзімді бұрып көрсем де бұрылып кете алмадым. Содан осы мәселеге де тоқталғым келіп отыр. Енді болмады. Сондықтан қазақ тілі өте күрделі мәселе болып тұр біздің тіліміз. Әсіресе мына қалаларда, соның ішінде мына аты өзгерген Астанамызда, бұрынғы Ақмола қаласы, туымысынан Ақмола қаласы болған қала, әрбір адам келіп өзгерте берді атын, бірсе былай, бірсе былай қылып. Енді түбінде сол қайтып келеді деп ойлаймын, бірақ қазіргі мәселе айтайын дегенім ол туралы емес. Мына осы Ақмола қаласында болып жатқан келеңсіз жағдай туралы айтқым келеді. Бір келеңсіз деген өте жұмсақ айтылған, негізі былай азғындық мәселе. Бұл біздің ұлтымыздың азған, тозғандығын көрсететін мәселе бұл. Қазір менің айтуымша, өзімнің жеке көзқарасым бойынша, бұрын бұл қала сары орыстардың қаласы болды, енді қара орыстардың қаласы болды. Қазақ көп қазір, бірақ түрі қазақ болғанмен, аты жөні қазақ болғанмен, ішкі дүниесі бәрі орыс. Әбден орыс болып кеткен, әбден басқа ұлтқа кіріп кеткен ғой. Кәдімгідей қанша назар аудармайын десең де болмайтын болып тұр. Мен бұрын бірінші келгенде, әлі кеңес дәуірінде келгенмін бұл қалаға. Сол кезде күресетінмін жүрген жерінде қазақтармен. Неге өз тілінде сөйлемейсің деп. Сонда бәрі отырып алып, 15 адам отырса, 15-і, 3 адам отырса, 3-еуі, 40 адам отырса, 40-і маған жабылатын сонда. Бір адам мені қолдаған емес сонда. Бір адам қолдаған емес. Бәрі жабылатын сонда. Айтатын сөздері жоқ. Тек жабылады, сен не дейді, артта қалғансың, сен ұлтшылсың, нацистсің, тағы деп. Сосын біртіндеп мен қойдым қазір. Бірақ бәрібір қанша назар аудармайын десем де, бәрібір назар аудартылады. Көшеге шыққаннан басталады, тек үйден аттап шыққаннан басталады осы мәңгүрт. Ішің күйеді. Содан енді, және біздер былай қарасаң, тәуелсіздік алғанымызға бір 30 жыл уақыт болды. Сол уақыт жылда ештеме шешілмеді, және шешілмейді де. Мына билік отырғанда ештеме шешілмейді. Біздің ұлтымыз туралы, тіліміз туралы ештеме де шешілмейді. Себебі оларға ол керек жоқ. Керісінше, менің ойымша, олар керісінше ұлтты құртуға көп күш салып жатыр. Оны енді тікелей құртуға жасай алмайды, тікелей. Өйткені біздер қанша бізді қой қылып жіберсе де, бәрібір бір маңырайтындай жағдайымыз бар негізінде. Сондықтан олар тікелей істей алмайды да, бірақ астыртын жаймендеп бізді құртып жатыр. Мектепті құрту арқылы, мына білім саласын құрту арқылы, және басқа да көптеген мәселелер арқылы біздің ұлтымызды құртып жатыр. Ұлтты құртудың ең бірінші жолы тіл ғой. Тілді құртса болды, ұлт болмайды өзі. Тілді құртып жатыр. Қанша біз мына жерде күресіп жатсақ та, бәрібір тілімізді құртып жатыр. Тіл құртылғасын ұлт та құриды. Оның ауылы алыс емес. Және қазір екі жақтан құртып жатыр. Бір жағы солтүстік жақтан келіп жатса, бір жақ құрту енді 300 жылдан бері. Тағы бір жағы таяу шығыстан келіп жатыр, дін арқылы. Мынау
екі жақтан бізді тілімізді, ұлтымызды құртып жатыр осылай. Өзіңіздің қазақ деп жүргенін, қазақ сөйлейді дегенін былай деп айтпа, былай деп айт, былай деп сөйлеме, былай деп сөйле деп уже шаршатып жіберді оларды. Енді оларды қоя тұрайық, қазір мына негізгі жау, мына тілдің жауы қазір солтүстіктен келіп тұр. Сондықтан солар туралы айтайық ең бірінші. Жоғарыдан бағана айтқандай ештеме өзгермейді, сондықтан оны өзіміз өзгертуіміз керек. Біздің өзіміз болғанда мына қазақ тілді қазақтардың, өз тілінде, ана тілінде сөйлейтін қазақтардың позициясынан болып тұр көп мәселе. Біздер біреуді көрсек, басқа ұлтты көрсек, бөтен тілде сөйлей кетеміз бірден. Мен көп жағдайда байқаймын, басқа ұлт емес, жай тек бір бейтаныс адам көрсе, басқа тілде сөйлей кетеді көбі, қазақтардың көбі. Сосын қазақша мысалға сөйлеп, өз тілінде сөйлеп біреуге сөйлесе, анау бөтен тілде жауап берсе, бірден сол бойда соның тіліне көшіп кетеді. Сосын мына тағы біреулер бар, біреулер өздерінің бауырлар кішкене енді білмей жатқан, дұрыс білмейтін, бірақ енді білгісі келетін, сөйлегісі келетіндерді келемеш қылып мазақ қылатындар. Осы мәселелер және барлық жерде бөтен тілді қолдану. Терминал, банкоматтарда мысалға қазақ тілінің функциясы да бар. Соны ашып қолданбайды ешкім. Банкомат терминалдардың бәрі әуел бастан басқа тілде тұр көбінде, көп жағдайда. Бірақ сонда ішінде қазақ тілде таңдауға болады функция бар. Соны таңдамайды. Соны таңдамағандықтан банкоматтар мен терминалдарды, әртүрлі осындай аппараттарды қазақ тіліне қоймайды. Өзен байқасаңда, қай қалаға барсаңда, подъездерде, мысалға корпус үйлердегі, лифтлерде қарасаңдар, ана жарнама салатын тақталар бар, сол тақтада бір қазақ сөзін көрмейсіз, бір қазақша жарнама көрмейсіз, бәрі орыс тілінде. Соның жартысы қазақ тілді адамдардың жазып отқаны, кем дегенде. Соның бәрі біздің қазақ тілінің құруына, дамымауына әкеліп соғып жатыр. Сондықтан мен сіздерден сұрайтыным, мен тыңдап отқан адам болса, енді басқа ұлттарға жақсы, оларға да жаймен деп сөйлей беруге болады, бірақ ең алдымен өзің ұлтың адамын көріп тұрсаң, бөтен тілде сөйлеп жатқан. Ешқандай жағдайда оның тіліне көшпе. Өз тілінде сөйлей бер. Түсіне ме, түсінбей ме, одан әрі. Бірақ бір талап бар. Жекіме, қабағын шытпа, неге сөйлемейсің деп ұрыспа, айыптама. Күліп, қарапайым түрде сөйлей бер, бірақ өз тіліңде, ауыспа оның тіліне. Егер түсінбей жатса, саған ол керек болып тұрса, жаймен деп түсіндір, былай ежіктеп, бірақ дегенмен өз тіліңде сөйле. Екіншіден, ол бірдеңе қылып сөйлеп, бірақ дұрыс айта алмай жатса, акценті болып жатса, шүлдірлеп жатса, күлме, ешқандай жағдайда күлме, мазақ қылма, келемеш деме. Түсіністікпен қара, көмектес. Күлме болғанда андай мазақтап күлме, былай күліп бірге түсіндіріп айтуға болады. Онымен бірде оны да еліктетіп, соны бір юморға айналдырып, әзілге айналдырып, күліп түсіндіруге болады. Соны істе. Үшіншіден, әрбір жерде жүргенде басқа ұлттың адамдарымен кездесіп қалсаңда, бәрібір ең болмаса бір сөз, екі сөз болса да өз тіліңде айта бер. Білетін сөздерді айтуға түсінеді қазір көбі. Сандарды түсінеді, я жоқ дегенді түсінеді, бар дегенді, жоқ дегенді, немесе бер дегенді түсінеді. Сондай жағдай бар. Соны айтып, құлақтарын үйрете беру керек. Және өздерінде үйрене беру керек. Және біртіндеп қосай бер. Әрбір сөз. Дүкендерде, асханаларда, базарларда, қоғамдық транспортта, тек басқа ұлтты көрсең, тек басқа тілге көше берме, асықпа, өз тіліңде сөйле. Олар бізге бейімделсін, біз оларға емес. Жетеді осылай бейімделгендеріміз. Бірақ ешқандай, тағы да айтамын, ұрыссыз, керіссіз, айыптаусыз, қабақ шытусыз, бір талапсыз, жай қарапайым күлімсіреп, кәдімгі жылы лебізбен
сөйлей беру керек, бірақ өз тіліңде болды. Және ешқандай талап қоюға болмайды, сен сөйле деп, менің тілімде сөйле деп талап қоюға болмайды. Ол өзі асыра сілтеушілік, ол дискриминация болып саналады біздің елде. Бізде енді заңдары бар ғой, күнде өзгертетін. Сол заңда бекітілген ол екінші тіл. Сондықтан ол керек емес. Жай тек өз тілінде сөйлей бер, болды. Ешқандай агрессиясыз өз тілінде сөйлей бер. Неғып түсінбей жатса түсіндіріп жібер, мен осылай деп айтып жатырмын деп. Егер саған керек болса, оған керек болса өзі білсін, қалай түсінеді, солай түсінеді. Ол өзіміздің қандастарымыз болса да, естері ауып кеткен басқалар болса да бәрібір соның біріне де сол. Бірақ өз қандастарымызға ешқандай жағдайда басқа тілге көшпеген жақсы негізінде. Нағыз бір сондай бір жағдай болып қалмаса көшпеу керек. Ең бастысы бұл жерде айыптамау, талап қоймау, менің тілімде сөйле деп. Және егер бір қатемен, акцентпен сөйлеп жатса келемеш демеу. Осы ең басты екі талап осы. Мейірімділікпен күліп, ойнап тұрып, қарапайым жаймендеп сөйлей бер. Өз тіліңде бірақ сөйлей бер. Өзіңдікін ете бер, айта бер, болды. Қалай болғанда да. Нені толтырғанда, қағаздар толтырғанда әртүрлі өз тіліңде толтыр. Барлығын, көпшілігін бөтен тілге көшіп кетесіңдер. Білесің бе, білмейсің бе, ешқандай ұялмайсың, баса бересің. Өз тілінде ұяласың. Біздің әбден санамызға құйып тастаған ғой, өз тілінде сөйлесең, қазақ тілінде. Онда сен малсың, онда сен артта қалғансың. Бөтен тілде сөйлесең, онда сен көрнекі адамсың, сен оқыған адамсың дегендей, жоғары тұрған адамсың. Онда ештеңе жоқ. Адам білімі, мәдениеті ешқандай тілге байланысты емес. Ауылда жүріп те мәдениетсіз болып алады, қалада жүріп те мәдениетсіз болып алады. Ауылда жүріп те білімді болып алады, қалада жүріп те білімді болып алады, немесе білімсіз болып алады, керісінше. Ол деген адам тіліне байланысты емес ешқандай. Адамның өзіне байланысты. Сондықтан ондай психологиядан арылу керек. Басқаларға жалтақтайтын психологиядан да арылу керек. Және бастықтар сөйтпейді, бастықтар бүйтпейді дегенді қою керек. Бастықтар ештеңе де істемейді. Ол барлық бастық кез келген деңгейде, ең төменгі деңгейден бастап, ең жоғары деңгейге дейінгі біздің елдегі бастықтар, олар тек өздерінің жеке тіршілігін шешіп жүрген адамдар. Мына үкіметке келгенін пайдаланып. Болды, басқа ештеме де істемейді олар. Өйткені халқын, елін ойлаймын деген адам болса, ол өз жерде ол сыйымсыз адам, оны бірден құртуға тырысады. Және өзі де шыдай алмайды ондай адамдар. Сондықтан кете береді бәрі, ығысып шығып кете береді. Ол жерде тек өзінің қара басын ойлайтын адамдар ғана істей алады жұмысты. Бәріне түкірген. Сондықтан оларға сен де қарамаңдар, өздерің әркім өзіміз жерде шешуіміз керек. Қазір енді шамамен, дәл онда дерек жоқ қой, бірақ шамамен халықтың 18 миллион болса, соның бір 10 миллиондайы енді өз тілінде сөйлейтін болар қазақтың. Сол 10 миллион қазақ, қалғанына 8 миллионды сөйлей алмай отыр ғой. Сөйлей алмай отқан сол 10 миллион қазақ бірден басқа тілге көшіп кетеді тек. Сөйлескенде, бірден айтқанда, қарым-қатынас жасағанда. Көшпендер болды, көшпендер. Бірақ талап қылмаңдар. Өз тілінде сөйлей бер, ол өз тілінде сөйлей берсін. Өз тілінде жауап қайта. Сен неге қазақ сөйлемейсің деп талап қою керек. Түбегейлі, керегі жоқ, мүлдем керегі жоқ. Жай өз тілінде сөйлей бер, болды. Ана өз тілінде сөйлей берсін, сен өз тілінде сөйлей бер, болды. Екеуің де бір-бірін түсінсеңдер, болды. Мына Прибалтикада сөйтіп жеңді, ешқандай төбелессіз ақ. Біз де сөйтіп жеңе аламыз. Екінші, Индияда істеген Джавахарлал Неру ағылшындардың отаршылығынан қалай құтылды? Ағылшындар 100 жыл отырды. Бізде енді орыстар 300 жыл отыр, әлі кете қойған жоқ. Бұлай юридически кеткенмен, нақты да кеткен жоқ әлі. Отаршылық қалды әлі. Үндістанда не істеді Джавахарлал Неру? Ол айтты, жай олармен сөйлеспеңдер, қарым-қатынас жасамаңдар ағылшындармен. Ағылшындарға жұмысқа тұрмаңдар. Ешқандай қарым-қатынас сатпаңдар, олардың затын алмаңдар, оларға ештеңе сатпаңдар. Ештеңе істемеңдер, болды. Біріншісінде басында олар күлді ағылшындар. Олар несі деп, көрерміз деп.
басында күліп мазақ қылып, сосын түсіне бастады. Бір қанша 1-2 жылдың ішінде түсінді не болған олар. Ештеңе істей алмайды, өйткені төбелесе алмайды, соғыса алмайды. Алдында қарулы көтерілістер болғанда көтерілістерді қарулы күшпен басып жаншып жүрді. Ана жерде саған ешкім көтеріліс жасап жатқан жоқ, ешкім сенімен соғысып жатқан жоқ. Жай ешкім саған келмейді, ешкім сенімен сөйлеспейді, ешкім саған жұмысқа тұрмайды, ешкім саған қарым қатынас жасамайды сенімен, болды. Бәрі бұрылып та кетіп қалды. Сатушылар ағылшыннан тауарларды алғанда өртеп жіберді. Да, өзіне қиын болды, ақшасын айырылды, бірақ ол принципке барып, бәрі заттарын өртеп жіберді ағылшын. Енді алмай қойды кез. Джавахарлал Неру өзі бастап, өзі үйден өзіне өзі киім тігіп, сөйтіп бастаған. Бәрі сөйтіп өзінің несіне көшіп, киіміне, бәрін өз жағдайларын өзі шеше бастады, ағылшындарсыз. Бүкіл ұлт. Сөйтіп, бірнеше жылдың ішінде ағылшындардан құтылды. Ағылшындар ештеңе істей алмайды, ештеңе ала алмайды, ешкім жұмысқа тұрмайды. Кім істейді жұмысты? Ешкімге ештеңе сата алмайды, ешкім алмайды. Ешкім оларға келмейді, ешкім олардан кеңес сұрамайды, ешкім оларға жұмысқа келмейді, ешкім олардан бірдеңе алмайды, ештеңе бермейді. Бұрылады да кете береді, бұрылады да кете береді бәрі. Амалсыздан ұлтта ештеңе, бұл тарихта болмаған нәрсе бұл. Соны қазір біздер жасауымыз керек осы жерде. Бірақ кішкене басқаша әрине. Бізде мақсат біреуді кетіру емес, біздің тілге көшіру. Солай тек отырып алып, ешкімге талап қоймайсың. Ешкімге талап қоймайсың. Сен неге сөйлемейсің, сен неге маған басқа тілде жауап бересің деген ешқандай талап қоймайсың. Бірақ тек турасында өз тілінде сөйлей бересің, болды. Өз тілінде сөйлей бер. Оларға жұмысқа шықпа, сондай біздің қандастарымыз айтып жатыр, біздің тілде сөйлемейтін. Жұмысқа алма. Алсаң, ақшасын азайтып ал. Мысалға 100 мың ба, жалақысы 70 төле. Қашан таза өз тілінде сөйлей бастайсың, сол кезде мен саған төлеймін деп. Әңгімесін, сөздерін қоса бастады ма, жайменде сөйлеп, 80 мың қыл. Жақсарды ма тілі, 90 мың қыл. Түбегейлімен өз тіліне көшті ме, 100 мың қыл. Сол сияқты басқа ұлт адамдарына да мысалға. Айт тікелей. Мен төлеймін. Ол ақша мына кетіп жатқан, ол шағымданбау үшін, дискриминацияда айтпау үшін, оны мысалға неге салып отыруға, депозитке бірдеңеге салып отыруға тағып жүрген. Бірақ қолына тигізбейсің. Оған да ыңғайлы, егер ол ертең бір 4-5 айдың ішінде мысалға сөйлеп кетсе, анда бір талай ақшасы жиналып қалады. Мысалға депозитте болсын, тағы бір жерде болсын, бір счетта бірдеңеде ақшасы тұрса, ол қазақ тілін үйренгенше, үйреніп, меңгеріп, сөйлеп кеткенше, ол ақша жинала береді. Былайша айтқанда, сен оның ақшасын алып алмайсың, ұрламайсың, жымқырмайсың, шеттетпейсің, міне, қолдай бермейсің, болды. Сөйтіп істе. Егер сен жұмыс беруші болсаң, жұмысқа сол тіл білмейтін адамды алып жатсаң, ол қандасымыз болсын, басқасы болсын, бәрібір. Сөйтіп сондай талаппен аласың. Ақшаң бәрі бар, міне 100 мың ба, 100 мың бар, бірақ сен 70-ін аласың қолыңа. Мысалға, қалған саған счетқа түседі. Қашан сен мемлекеттік тілде таза меңгеріп сөйлей бастайсың, сол кезде сол ақшаң бәрі сенікі болады. Ешқандай не жоқ, ешкім сені шеттетіп жатқан жоқ деген сондай немен. Сондай стимул болу керек. Барлық жерде сен тек тұрып алып қазақ сөйлей бер, болды. Сағат сұрай ма, темекі сұрай ма, сіріңке сұрай ма, қазақ сөйле, болды. Қазақша жауап бер. Өзіңде сұрағанда қазақша сөйле. Бәрібір кім тұрса да алтында, қай ұлттың адамы тұрса да. Мен қазақ емеспін десе, сен қайда тұрып жатсың? Бірақ оны жекіп айтып керегі жоқ. Жай тек айтуға болады. Қазақ емессің, көріп тұрмын, бірақ бұл қазақтың жері. Онда тұрған не бар? Мен де орыс емеспін, мысалы, мен сөйлеп жатырмын ғой орысша. Сол сияқты жаймендеп, ешқандай ұрыс-керіссіз, агрессиясыз жаймендеп айтуға болады. Және жүрген жердің бәрінде, мысалы, бана айтып жатырмын ғой, банкомат, терминал, соның бәріне қазақша функциясын аударып, содан нете беріңдер, соны қолданыңдар барынша. Әрбір жерде бір бірдеңе жазатын болса, бланкілер толтырғанда қазақ тіліндегі бланкілер талап етіңдер. Сосын тағы бір не, мен өзім қолданып жүрген, бұл мысалы андай
үлкен дүкендерге барсаң, Технодом сияқты, андай Сулпак сияқты сондай дүкендер бар ғой, менеджерлер тұрады, әркім келіп, олар сол әрбір клиентпен жұмыс істегені үшін ақшасын алады. Былайша айтқанда, олардың тікелей мүдделілігі бар сенімен жұмыстануға. Сонда сен барасың да амандасасың да, қазақ тілінде әрине амандасып, сосын сұрайсың, қазақ сөйлейсің бе? Сол келген саған сөйлемесе, онда кете бер, қабылдама оны қасыңа. Болды. Ол шеттету емес. Ешқандай шеттесе мемлекет тілде сұрап тұрсың. Ешқандай дискриминация жоқ. Немесе өзің бар да, сол жерде жігіттер тұрғанда, там қыздар, нелер, менеджерлер. Кім өз тілінде сөйлейді деп сұра. Сөйлейтіндер өзі келеді, солармен сөйлесе бер, болды. Бөтен тілде сөйлегенмен жұмыс істеме. Айт, маған өз тілімде керек, мемлекет тілде сөйлейтін адам керек деп, басқа менеджер шақыршы де. Қазақ тілінде айт, әрине, орыс тілінде емес. Ешқандай агрессиясыз, ешқандай бір талап, жай тек күліп тұрып, мейірімді тұрып, ешқандай агрессиясы бар да, айта бер. Кассаға барғанда да солай сөйле. Қағаз жазсаң, солай өз тіліңде жаз. Саған ешкім айта алмайды, олар жоғарыдан қанша айтса да, саған ешкім айта алмайды Қазақстан жерінде. Неге қазақша жазасың деп. Айтса, ол жерде сен дискриминация деп шағымдан аласың. Сондықтан сен ешқандай талап қоймай, жай тек өзің сөйлей беріп, жай тек күліп тұрып, сонымен ақ шешу болады. Сосын тағы бір мәселе, тіліңді, біздің тіліміз қатты шұбарланып кеткен, тілді дұрыстау керек. Қазақта барлық сөздер бар. Қазір біздің қолданып кеткен, бөтен тілден келген қолданып кеткен сөздер. Соны байқап отырыңдар. Оны былай істеуге болады. Жүрген ортаңда, достардың арасында, үйде, ағайындардың арасында, туыстардың арасында, отбасыңда бір конкурс ретінде жасауға да болады. Мысалға, кім бөтен тілді қосып қояды, сол бір айыппұл төлейді дегендей. Мысалға, ақша салады, немесе бірдеңе орындайды, бір талапты, немесе тағы бірдеме деген сияқты сөйтіп ұпай жинап, сосын бірдеңе жасау керек болады. Егер достардың арасында, мысалға, дастархан жаяды, мысалға, үйде отбасылардың арасында болса, мысалға бір тамақ дайындап береді, шай дайындайды деген сияқты, немесе тағы бірдеме істейді, бір сондай сөйтіп бір конкурс ретінде істеуге болады, бір ойын ретінде, мысалға. Сосын өздерінің тілдеріңді нетіп, байқап, сөйлегенде, сөйлеп жатқанда қалай тек бөтен тіл кіріп кетті, сразу бірден, міне қазір мен сразу деп жатырмын ғой, ол да бөтен тіл. Бірден алып өзгертуге талаптану керек. Сөйтіп біртіндеп біз өз тілімізді қайтаруымыз керек. Мәселе сол, бәріміз өзімізге байланысты болып тұр, былайша айтқанда. Короче деуге сөйтіп қалдым ғой. Міне сөйтіп қалдым деп тағы айтады. Көрдіңдер ме, қалай шұбарланған біздің тіліміз. Мен осы тұрғанда, мысалға, мен барымша өз тілімізде сөйлеуге үйреніп жүрген адаммын, осы біраз жылдан бері. Соның өзінде бөтен тілдер кіріп кете береді. Сондықтан соның бәрінен біз арылуымыз керек, бөтен тілден. Сол тағы да егер не болса, мен тағы да шығам осы мәселе жөнінде. Сондықтан дұрыстап тыңдап, мүмкін орындауға барлық жолдар жасасаңыздар, біз қазақ тілін орнына келтіреміз, жоғарыдағыларсыз-ақ орнына қоямыз бәрін. Бәрі өзіміздің қолымызда. Қыздар, жігіттер, соған атсалысайық. Жақсы, рахмет тыңдағандарыңызға.